Бұл оқиға бұл өмірде болғаны немесе ойдан шығарылғаны белгісіз. Бірақ үлкендердің айтуына қарағанда, белгісіз бір елді мекенде 3 ұлы бар мейірімді ана өмір сүріпті. Аналары балаларының қамын жасап, үнемі күйбелең тіршілікпен айналысып жүреді екен. Балаларым жаурамасын деп орманнан отын алып келіп, от жағып, қарындары тоқ болсын деп тамақ жасап жүреді екен. Аналары балаларын өте қатты жақсы көріпті. Олардың әрбір қылықтарына сүйсіне қарап, үлкен ұлым менің қамқоршым, ортаңғы ұлым көмекшім, кенже ұлым қуанышым деп еркелетіп жүреді екен. Бірақ аналары әппақ көретін балалары еріншек, тіл алмайтын қыңыр болыпты. Тамақ ішіп болып, тағы ойнаймыз. Бір күні орманға су алып келуге кеткен анасы қар астында қалып, қатты сырқаттанып қалады. Құдайым-ау, сырқаттанып қалған сияқтымын ғой. Балаларым, су алып келіңдерші аналарыңа. Қараңыз, мен боқымын. Ұлым, маған су алып кеп берші, қатты шөлдедім. Ана, мен ойнап жатырмын. Ана, қараңыз, мен аңшымын. Ұлым, мен ауырып жатырмын, қатты шөлдедім. Су алып кеп берші. Ана, мен ойнаймын, далаға кеттім. Ана, қараңыз, біз далада ойнап жүрміз. Біз аң аулаймыз. Кенжетайым, маған су алып келіп берші. Өте қатты шөлдедім. Бір жұтым су алып келші. Ана, біз бәріміз далада қызық ойнап жатырмыз. Бізге қараңыз. Су. Балаларым, су. Су беріңдерші. Егер қанатым бар құс болғанда, көк аспанда самғап, көлге ұшып барып, қалағанымша су ішер едім. Анасының тілегі орындалып, қолдарына қанат бітіп, аққуға айналып кетеді. Аналарының құсқа айналып ұшып бара жатқанын көрген балалар жасаған істеріне қатты өкініпті. Барлықтары аналап, су алып жүгіріпті. Бірақ барлығы да кешеді. Анашым, тастамашы бізді, кетпеші. Анашым, міне су, кетпеші, тастамашы анашым. Бірақ құсқа айналған аналары балаларынан алыстап ұшып кетеді. Балалары қанша жалынса да барлығы кешеді. Аналары әппақ аққуға айналып аспанда ұшып қайта оралмайды. Балақай, саған ертегі ұнаса, арнаға жазыл және лайк бас.